Балаларым, бұл біздің шежіреміз, шағын шежіреміз. Біз жалпы Алаша руынан тараймыз. Алаша руының ішінен шағын Байғабыл деген руымыз. Алашаның ішінде Аталық деген бөліммен Байғабыл руын тараймыз. Байғабыл руынан біздің бөліміміз Жаманша. Сіздер жеті аталарын білесіңдер ғой, иә? Мен сендер ататтым ғой. Сол жеті атамызды ұмытпасын деп бағытта осында шежіре бәйтерегін жасадық. Байғабылдан Жаманша, Жаманшадан Мамат, Маматтан Тұрабай, Тұрабайдан Бегатар, Бегатардан Төрәлі, Төрәліден Қайырғали. Біздер Қайырғали деген атаның ұрпақтарымыз. Одан тарайтын 9 бала осы бәйтеректе көрсетілген, бейнеленген. Біздің сізден аталарының есімі кім? Өздерінің аталарының есімі кім? Аманжол. Иә, міне Аманжол атамыз. Сіздердің аталарыңыз. Аманжолдан Медет, Қаракөзайым, Нұрлытан, Мәди болып тараймыз. Ақбабадан білесіздер де балаларын. Әлижан аға, Әлжан көке, Адия, Әбілқайыр. Ал біздер, менің балаларым міне Аяла, одан кейін Ерсін. Жалпы балаларым, негізгі шежіреге қыз балалар кірмейді. Дегенмен, сіздер таныс болсын деген бағытта біздер осында Қайырғали атамыздың тараған барлық ұрпақты жазып шықтық, қыздарды, жиендерді танып білсін деген бағытта. Түсіндік қой да? Негізгі шежіреге тек қана ұлдар кіреді. Сонда сенің атаң кім? Менің атам Төрәлиев Қайырғали. Жүріңдер балалар, сіздерге атам туралы толығырақ мәлімет берейін. Балаларым, бұл менің атам Төрәлиев Қайырғали Төрәліұлы. Менің атам соғыс ардагері болған. Бұл кісі туралы көп әңгімелер бар. Жаңа айтқан, сіздердің аталарыңыз, Мәнөрбек аталарыңызбен бірге, және бауырларыңызбен бірге осындай Алаша Аталықұлы Байғабыл ұрпақтарын шежіресі деген кітап жазып шықтық. Сіздер білесіздер ғой, біз шежіре жазып шыққанбыз, иә? Мен сіздерге кітапты таныстырдым ғой. Жалпы бұл шежіре біздің ата тегіміз туралы жазылады. Ата тек деп қазақта тегіне қатты мән берген. Өйткені балалардан арғы тегін, бергі тегін деп көп сұрайды екен. Тегін білмеу қазақ салт дәстүрі бойынша, әдет ғұрып бойынша үлкен ұят саналған. Ол әдепсіздік, көргенсіздік деп саналған. Қазақта тегін білмейтіндерді тексіз, тегін білмейтін ез деп жатса, жақсы адамдарды тектіден туған текті деп мақтап жүретін болған. Сондықтан қазақ баласы тегін біліп жүру керек балам. Түсіндің ғой балам, да? Иә. Енді осы кітаптың ішінде біз де өзіміздің атамыз туралы жазып шықтық. Жаңағы шежіремен мен сізді таныстырдым. Енді біздің атамыз Төрәлиев Қайырғали Төрәліұлы 1919 жылы 19 ақпанда орта шаруа отбасында дүниеге келген екен. Атамыз 8 ағайынды болған. Біздің атамыз соның ішінде 8 баланың кенжесі болған екен. Атамыз Сонау бастауыш мектебінде білім алып, ағасы Шәріп екеуі Жақсыбай мектеп-интернатында оқуын жалғастырады. Ол кезде ата-аналары кәмпескілеу саясатына байланысты Ресей жеріне қоныс аударған кезде Шәріп атамыз бен біздің атамыз Қайырғали Жақсыбай мектеп-интернатында қалып оқуын жалғастырып оқи берген. Және 1933-34 жылдары Қаратөбе мектеп-интернатында білім алып, 34 жылдың мамырында Орал қаласындағы 3 айлық қысқа мерзімді әзірлік курсында қабылданады. 38 жылы Орал ауыл шаруашылығы техникумын зоотехник мамандығы бойынша бітіріп шығады. Жолдама бойынша Қостанай облысы Жетіқара ауданында 1940 жылдың аяғына дейін зоотехник болып қызмет атқарады. 1941 жылдың басында Орал облысына оралып, Бөрлі ауданында мал маманы қызмет атқарады. Енді сіздер білетіндей 41 жылы біздің сол кездегі отанымызға соғыс жарияланады. Атамыз 41 жылдың желтоқсанында Бөрлі ауданының әскери комиссариатына арқылы соғысқа аттанып, 3 айлық жаттығудан кейін 42 жылдың наурызынан бастап Батыс майданында жаумен шайқасады. 1943 жылдың қазанында Днепропетровск артиллерия училищесінің 6 айлық курсын бітіріп, 44 жылдың сәуірінде 3-ші Украина майданында 10-ші гвардиялық әуе десанттары дивизиясының 5-ші гвардиялық әуе десанттары артиллериясы полкінің атқыштар взводын басқарған. Майдан шебінде жүріп, 43 жылдың қысында партия мүшелігі өтеді. 1944-45 жылдары 3-ші Украина майданы 7-ші армиясының құрамында болып, Украина Белоруссияны жаудан азат етуге қатысады.
кезекті шабуылдың бірінде ауыр жарақат алады, бірақ госпитальде емделген соң қайта майданға аттанады. Атамыз Төрелиев Қайырғали 1944 жылдың 22 желтоқсанында үлкен шайқаста көрсеткен ерлігі үшін жауынгерлік қызыл жұлдыз орденімен марапатталады. Міне балалар, бұл орден бізде әлі күнге дейін сақталған. Қарашы ерсін, міне қызыл жұлдыз ордені. Бұл атамыздың сол соғыста көрсеткен ерлігі үшін берілген орден. Және де сол сұрапыл соғыста Болгария, Венгрия мемлекеттерін фашизмнен азат ету қақтығыстарында да ерлігімен көзге түседі. Сол себепті Болгарияны азат еткен үшін медалін өңіріне тағады. Бірақ өкінішке орай бұл медальдар бізде сақталмаған. Бірақ қараңызшы кел, мына фотосуретте, мына фотосуретте, қарай қызым. Бұл көрсетіліп тұр. Өкінішке орай тек бізге бұл сақталмай қалған, не? Атамыздың бұл медаль. Және де атамыз 1945 жылдың 16 наурызында Венгрияны азат ету кезінде Балатон көлінің маңында кескілескен шайқасы жараланып, тағы бір мәрте госпитальға түседі. 1945 жылдың 16 мамырында жазылып шығады. Яғни ол кезде соғыс жеңіспен аяқталып кеткен болатын. Біздің атамыз сол жеңіс шеруін Мәскеу қаласында қарсы алған екен. Ержүрек жауынгер атамыз КСРО-ның ең жоғары құрметіне әбден лайық болған екен. 1945 жылы 18 наурызда 5-ші гвардиялық әуе десанттары артиллерия полкының командирі гвардия майоры Кузин, гвардия лейтенанты Қайырғали Төрелиевті майдан даласындағы жауынгерлік ерлігі үшін Ленин орденіне ұсынған. Мынау сол ұсынған парағы. Ол турасында 1945 жылы 16 наурыздағы марапаттау парақшасында көрсетілген. Міне, бұл бізді архивтан алдық біздер. Қарат. Бірақ белгісіз бір себептерге байланысты ерлік көрсеткен атамызға Ленин ордені табысталмай, тиісінше 45 жылдың 30 сәуірінде жауынгерлік қызыл ту орденімен марапатталады. Бұл да бізде бұл орден сақталмаған дегенмен, мына фотосуреттерде сіздер көре аласыздар. Атамыз сол отан соғысы аяқталған соң елге оралып, Бөрлі ет совхозына мал-мамандық қызметке орналасады. Сосын 1947-48 жылдары Қаратау аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратында зоотехник болып жұмыс жасайды. Сол жылдары отбасын құрады. Жалпы біздің атамыз негізі қаратөбелік. Бірақ ол манаға жоғарыда кеткендей, Бөрлі ауданында қызмет атқарып жүріп жатқан әскер қатарына қабылданғандықтан әскер қатарына Бөрлі ауданынан бұл жазылып кеткен. Түсіндіңіз ғой, атамызбен бірге атамыздың екі ағасы Шәріп пен Үбіней деген аталарымыз соғысқа бірге аттанған. Өкінішке орай, бірақ ол кісілер із-түзсіз жоғалып кеткен. Ол кісілер сол соғыс майданда даласында қаза тапты деп есепке алынады. Бірақ атамыз өзінің өмірі соңына дейін ағаларын іздеп өткен екен. Атамыз 1949-50 жылдары Солкөл ауыл кеңесінде, 50-52 жылдары Сарыалжын ауыл кеңесінде, ол кезде ауылдың аттары өзгере отырған. Сол жылдары атамыз сол ауыл колхоздарында зоотехник болып қызмет жасап жүрген. Яғни атамыз 1957 жылы Сталин жолы колхозы Қалдығайты қой совхозы болып қайта құрылған сәтте білікті маман ретінде мал тұқымын асылдандыру ісіне ерен еңбегін сіңірген. Өмірінің соңына дейін ауыл шаруашылығы саласында абыройлы қызмет еткен. Атамыз Қайырғали өте турашыл, орысша, қазақша тілдерінде жетік меңгерген, сауатты әрі тік мінезді азамат болған. Майдангер атамыз 71 жылы 26 қаңтарда 52 жасында дүниеден озған екен. Марқұм атамыз Солкөл ауылында Әжіғұл зиратында жерленген. Әжеміз Айшамен бірге отбасында 4 ұл, 5 қыз тәрбиелеп өсірген. Біздің енді атамыз туралы онда мәліметтер өте көп. Әке, мына қалған медальдар кімдікі? Иә қызым, бұл медальдар жаңа айтқан атамыздың соғыстан кейінгі жылдарда берілген медальдары бар. Мысалы, мына медаль жеңістің 20 жылдығында берілген атамызға. Дәл сол сияқты кеңес әскерінің 50 жылдық мейрамына орай 1968 жылы берілген медаль. Ал мына медальдар әжеміздің медальдары. Сонда әжемізде соғыста болған ба? Жоқ, қызым. Әжеміз, жаңа айтқан атамыз екеуі әжемізбен отбасын құрып, 4 ұл, 5 қыз тәрбиелеп өсіреді. Сол үшін әжемізге сол кездегі есеп бойынша күміс алқа тағынған. Әжеміз көп балалы ана болған. Менің әкелерімді сіздердің
аталарыңызды тәрбиелеп өсірген әжеміз. Және де осы атамыз туралы мәулі аталарыңыз тағы да мынандай естелік жазады. Атамыз туралы бұл кітапта біз тағы да естеліктер жаздық. Жалпы қазақта әкең өлсе де әкеңді көрген өлмесін деген сөз бар. Сол айтқандағыдай атамыз туралы естелік әңгімелерді осы жерде естіген әңгімелерінен жазып шықтық. Соның ішінде біздің атамыз жаңа айтқан елге келген соң абыройлы қызмет атқарады. Соның ішінде атамыздың үлкен еңбектерінің бірі сол кезде жұмыс жасап жүрген уақытында Жігілен колхозынан 2 адамды социалистік еңбек ері наградасына ұсынған. Бұлар Әлпіш, Әлбай деген кісілер екен. Бұл кісілер туралы сіздер Қаратау ауданына орналасқан Мұхит музейінен көре аласыздар. Осы кісілерді 1948 жылы еңбек ері атағын алған екен. Осы еңбек ері атын алуға біздің атамыз тікелей еңбек еткен. Жалпы біздің атамыз туралы естелік әңгімелер өте көп. Дегенмен оны сіздер осы кітаптан таныса аласыздар. Соның ішінде атамыздың өзінің өмірлік ұстанымы болған екен. Атамыз «Я люблю правоту, прямоту, чистоту» деп айтып жүрген екен. Кейінгі ұрпақтарда осы ұранмен ешкімнің ала жібін аттамай, әке абыройын, ата абыройын биікте ұстап өмір сүріп келеміз. Сіздер де балаларым, осы аталарымыз сияқты тік мінезді, турашыл, әділетті болып өмір сүрулеріңіз керек. Түсіндіңіз ғой балаларым, иә? Балаларым, түсіндік пе? Сонда біздің атамыз кім екен? Кім біздің атамыз? Батыр. Біздің атамыз Батыр. Түсіндік қой, иә? Иә.